Қайырлы күн, достар. Кеңес одағының халық артисі, Қазақстан халық артисі Ермек Серкебаев 1926 жылы Петропавл қаласында дүниеге келген. 1941 жылы, 1943 жылдары Ермек Серкебаев ұлт мәдениеттің, әсіресе классикалық музыка өнерінің дамуына үлкен үлес қосты. Ол өнердегі жолын Құрманғазы атындағы Алматы музыка училищесінде оқыды. 1951 жылы Алматы консерваториясының вокалды факультетін бітірді. 47 жылы студент кезінде Қазақ академиялық опера және балет театрының солисі болып қызмет атқарып, опералық портреттердің әдемі галереясын жасады. Ермек Серкебаев сомдаған образдар арасында ұлы Абайдың тұлғасын, ер тарғын және алпамыс образдары бар. Қазақтың вокалды қазіргі замандық музыкасының үздік орындаушысы болды. Абай атындағы опера және балет театрында қойылған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің классикалық туындысы Абай операсындағы Абай партиясын орындаудан бастады. Бұдан кейінгі жылдарда қазақ және әлемдік операларда Біржан Сара мен Амангелді, Ертарғы мен Дударай, Жас гвардия, Ағайынды Ульяновтар тағы басқа партияларды зор шеберлікпен орындады. Ермек Серкебаев камералық және эстрадалық әнші ретінде кеңінен танылды. Оның қоржынында қазақтың халық әндерімен қатар Кеңес одағы және дүниежүзі композиторларының таңдаулы туындылары кеңінен орындалды. Ол бірқатар фильмдерге Біздің сүйікті дәрігер, Ән қанатында, Тақиялы періште, тағы басқа фильмдерге түсті. Ол көптеген халықаралық конкурстар мен дүниежүзілік фестивальдарға қатысып, жеңімпаз атанды. Қазақтың ән өнерін Европа мен Азияның көптеген мемлекеттерінде және ақш-та өткен қазақ мәдениетінің күндерінде кеңінен насихаттап, әлемдік биікке көтерді. Ермек Серкебаев ұлағатты ұстаз, Құрманғазы атындағы консерваторияның профессоры ретінде көптеген шәкірт тәрбиелеп, өзіндік ән мектебін қалыптастырды. Ол тәуелсіз Қазақстанның әрбір жетістігіне қуанып, елбасына үнемі қолдау көрсетіп отырды. Астана қаласындағы Қазақстан орталық концерт залының салтанатты ашылуында өнер көрсетіп батасын берді. Ермек Серкебаев Отан орденімен, 2 рет Ленин орденімен, Октябрь революция және Еңбек Қызыл ту орденімен тағы басқа көптеген наградалармен марапатталды. КСРО және Қазақстанның жоғары кеңесіне бірнеше мәрте депутат болып сайланды. Лера шоу-жұлдызының бір жұлдызы Ермек Серкебаевтың есімімен аталған 2013 жылдың 16 қарашасында дүниеден озды. Қазақ өнерінің тарланы, көрнекті мәдениет пен өнер қайраткері, абзал азамат, ұлағатты ұстаз, әлемге танылған әнші Ермек Серкебаевтың есімі әрдайым ел жадында сақталады.